Ассалаумалейкум оқырмандарым. Бүгін бізде өте тез әрі дәмді таңғы ас. Таңғы асымызды дайындау үшін бізге ең алдымен нан, шұжық, жұмыртқа, қызанақ және сары май қажет. Алдымен нанымызды алып, ортасын кесіп аламыз. Қызанақ пен шұжықты төртбұрыштеп тураймыз. Ыдысымызға жұмыртқаны салып араластырамыз. Бір келкі масса болғанға дейін араластырып, жұмыртқа мен шұжығымызды саламыз. Таңғы асымызды дайындауға кірісейік. Ол үшін ең алдымен орташа отта қызған табамызға нанымызды саламыз. Нанның ортасына бір шай қасық сары май салып ерітеміз. Майымыз еріген соң салмамызды салып бастаймыз. Ыңғайлы болу үшін ас қасығын қолдандым. Салмамызды салып болғаннан кейін нанның ішкі бөлігін беттестіріп үстіне қоямыз. Табамыздың қақпағын жауып, орташа отта пісіреміз. Асты сарғайған кезде келесі бетіне аударамыз. Осымен таңғы асымыз дайын, өте дәмді әрі тез дайындалады. Асымызды әзірлеуге қажет заттармен және олардың мөлшерін төмендегі ақпараттан қарай аласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.